ұстаздар. Цифрлық сауаттылық бүгінгі заман талабы тақырыбындағы пікір алмасу кешін бүгін сіздермен ұйымдастырып отырмыз. Цифрлық Қазақстан мемлекеттік бағдарламасы бұл цифрлық технологияларды қолдану есебінен елдің әрбір азаматының тұрмыс деңгейін арттыруды көздейтін маңызды кешенді бағдарлама. Бағдарламаның негізгі мақсаты Қазақстан Республикасының экономикасын дамытудың қарқынын арттыру және халықтың өмір сапасын жақсарту, сондай-ақ экономиканың негізінен жаңа траекториясының болашақтың цифрлық экономикасына өту болып табылады. Цифрлық Қазақстан бағдарламасының 4 негізгі бағыты бар. Бірінші, ауыл аймақты кең жолақты интернетпен қамтамасыз етіп, еліміздің транзиттік мүмкіндіктерін арттыру. Екінші, экономикасының салаларына көлік және логистика, денсаулық сақтау, білім беру, ауыл шаруашылығы және электронды сауда цифрлық технологияларды енгізу. Үшінші, мемлекеттік органдар жұмысының сапасын арттыру. Төртінші, IT мамандарын даярлау. Цифрлық мемлекет бұл адамзаттар мен бизнес үшін ең кез келген уақытта онлайн қолжетімді, ашық және қолайлы мүмкіндіктер. Қазіргі уақытта әрбір адамның заманауи ақпараттық технологияларды пайдалануға мүмкіндігі зор. Мамандардың айтуынша, оның ең сапалы цифрлық технологиясы қай салада болмасын, бұл технология жұмысы жеңілдетуге бірден-бір ықпал етіп отыр. Цифрлық технологияны тек электрондық хаттар арқылы мемлекеттік қызметтерді пайдалануға ғана емес, тұрғындардың бір-біріне ақпараттық алмасуды да таптырмас құрал болып